мәселен кеше. Сондықтан жігіттер, ендеше сенің қолыңда тұрмайтын не жақының, не дүниең, сонша жабысуға бұл тұра ма? Жоқ, әлбетте тұрмайды. Сондықтан да ең бірінші біздің мақсатымыз бұл Алла, жігіттер. Қалайда біз Аллахпен жолығуымыз керек, қалайда біз осы Аллах тағаламен кездесуіміз керек. Улайка аля худан мин раббихим, міне осылар Раббыларынан болған тура жолда болады, және нағыз қияметтің күні құтылатында міне осы жандар. Сондықтан да жігіттер, бұл Құран Раббымыздың бізге берген нығметі. Кезінде бұл Құранды кімнің үйінде болады, сол атылды. Кімнің үйінде болады, сол айдалды. Кімнің үйінде болады, сол қамалды ше. Сондықтан да кейін бір заман туар, сол кезде тауып алармыз деп көбісі шүберекке байлады, анаған есте сөйтті. Қай жерде мүмкіншілік бар, сол жердің барлығына жасырды ше. Түсініңіздер ме? Сондықтан да жігіттер, альхамдулилля, қазір сондай заман, сондай бір 100-ден астам жыл, сондай бір астан-кестен өмірде сүрді ғой біздің бабаларымыз. 100 жыл деген пәшти 3-4 буынның ауысатын уақыты ғой. Сонда оқиын десе кітап жоқ, тыңдайын десе молда жоқ. Ойлашы, қаншама қиын заман өтті ше. Солар соның өзінде дінінен бас тартпады сол кісілер. Ал енді бізге не тәлпіштік деймді? О ұстаздардың уағызы, WhatsApp'та ашсаңда, Instagram'да ашсаңда, YouTube'да ашсаңда тола ше. Тыңдамайын десең де кеп тұрады ғой. Не тәлпіштік біздікі деймді? Кітаптың, муфтияттан шыққан кітаптың саны 2000-нан асты. Одан бөлек дін істер агенттігінен тікелей шығып атқан кітаптар қаншама ше. Аллаға мың шүкір ше. Бізде ешбір ақталу жоқ та жігіттер. Бұл дінді үйренуге.